Кімді оқып отқам? Баяғыда бір оқыған бар. Карлос Кастанеда деген ше. Негізі эзотериканың атасы сол Карлос Кастанеда ғой. Оған үйреткен Үндістанның бір шаманы. Қазіргі здесь и сейчас, энергияны миға көтеру деген сияқты қазіргі қымбат коучтардың айтатын сабақтарын ол том 7 том басында кітап қылып жазып кеткен ғой кезінде. Карлос Кастанеда, кім біледі? Карлос Кастанеда дыхание неңді түс көрген кезде түсіңе заказ бере аласың дейді да. Түсіңді өзің басқара аласың. Түсін басқарған адам ғана, түсін басқара алатын адамның ғана санасы оянады дейді да. Біз қазір бәріміз санамызды ояту үшін ананы жасап, мынаны жасап жүрік қой. Карлос Кастанеда айтқан ғой, санаң оянсын десең, түсіңді өзің басқар. Қалай ол түсіңді, қалай өзің басқарасың? Это же невозможно, это же нереально. Это очень просто дейді да. Сен просто ұйықтайтынның алдында нетесің дейді. Например, қазір мен түсімде қолымды көремін дейсің. Сөйтіп заказ беріп жатасың. Ұйқыға кетіп бара жатқан кезде. Сөйтесің дағына түсіңде қолыңды көресің. Қолыңды көрген кезде, қолымды көрдім деп түсіңде, ұйықтап жатасың түсіңде. Қолымды көріп жатырмын ғой деп. Түсіңде ұйықтап кетпей тұрып айтқан нәрсеңді түсіңде көріп жатқан кезде, қолымды көріп жатырмын ғой деп деген кезде сен санаң оянады дейді. Санаң оянады деген не? Өмірің өзгеріп кетпейді. Байып кетпейсің. Байып кетесің, өмірің өзгеріп кетеді, егер сен ашық санаңды пайдаланып әрекет жасасаң. Деген сатсаң. Тайға барып брендing шығарып пылесос сатсаң деген сияқты. В общем, адамдар либо санасын оятып алып, ойбай, мен санамды ояттым, мен духовныймын деп үндемей отырады, түк істемей. Либо пахать етеді, ештеңеге сенбейді сана, ой, қойшы сана, бейсана, не керегі бар. Негізі екеуі бірге жүру керек қой, унисон ше. Сол Карлос Кастанеда сол баяғы заманда айтып кеткен ғой. Карлос Кастанеда ол білімнің бәрін үнді шаманынан оқыған. Энергияны қалай көтереміз? Энергияны внимание арқылы көтереміз. Негізі вниманиенің 3 түрі бар екен. Біз тек бір ғана вниманиені қолданамыз. Энергияның 3 түрі бар, тек біз бір ғана энергияны қолданып жүрміз. Ол біздің энергиямыз сыртқа бағытталы, сыртқы жағдайларға, соцсетқа, сырттағы болып жатқан нәрселерге. Ал біз өзіміздің ішіміздегі ішкі сканерлеу деп айтады ғой. Өзіміздің көзімізді ішімізге қарай түсіріп, ішкі состояниемізді, табанымыздан, бақайымыздан, басымызға дейін ішімізді сканерлей алатын болсақ, вот сол состояние, сол внимание біздің здесь и сейчас деген жерге келтіреді. Ал энергияның барлығы дәл қазіргі сәтте. Өткен шақта энергия жоқ, келер шақта энергия жоқ. Энергияның барлығы осы сәтте. Біз жаңағы сыртқы вниманиемізді ғана қолданамыз ғой. Сыртқы внимание не істейді? Біздің барлық вниманиемізді сыртқа жібереді да. Ал адамның вниманиесі как мұнай сияқты ғой, ең қымбат валюта. Или қазір ең қымбат валюта не болып жатыр өзі? Алтын ба? Или мұнай ма? В общем, ең қымбат валюта сіздің вниманиеңіз. И вниманиенің 3 түрі бар. Энергияның барлығы сол вниманиеда. Вниманиенің 3 түрі бар дедік қой. Біздің бірінші внимание сыртқы, мысалы, бүгін күн ыстық, ертең күн жылы деген сияқты. Бүгін Жанболат пен Жазиран баласы үйленіп жатыр екен. Кім неге кепті? Вниманиеміздің бәрі сыртта, и, соответственно, біздің энергиямыз сыртқа жұмсалып жатыр. Ал біз ішке қарай оралған кезде, ішкі өзімізге қарай оралған кезде, біздің энергиямыз өзімізге когда адамның фокусы, назары көбірек өзінің ішкі сезімдерінде болған кезде, оның энергиясы өзіне қайтады. Негізі энергиям жоқ, энергия қайда, энергиямды көтерсем не болады деген сұрақ өте иллюзиялы, дұрыс емес сұрақ. Энергия бәрімізде бар. Энергия болмаса, біз бұл жерде тірі отырмаймыз. Энергиямыздың барлығы біздің дыханиемізді. Дыхание тірі тұрған, дыхание бар болғанша біздің энергиямыз бар. Энергия жоқ деген ол жай ғана сіздің сылтауыңыз. Сіздің физически тәніңізде энергия бар. Просто сіз оны жұмсамай жатсыз. Немесе қайда жұмсап жатсыз? Мысалы, біздің физически тәнімізде қозғалыс болу керек қой, біз отырып алып телефон қарап отыра береміз,
дым қозғалыс жоқ. Қозғалысымыз туалеттен спальныйға, спальныйдан кухняға. Бар қозғалысымыз осы. Далаға шығып жаяу жүр десең, ой қойш. Шаг жаса десең, ой қазір модный сөз шаг жаса деген сияқты нәрселер айтады адамдар. Негізі физикалық тәндегі энергия жағылмаған кезде ол ойға айналып миға шабуыл жасайды. Физикалық тәндегі энергия, артық энергия жағылмаса, яғни физикалық қозғалыс болмаса, ол миға маза бермейді. Миға маза бермейді деген не сөз? Тревожный ойлар мазалайды, ажырасу туралы ой кетеді, раздражать етеді. Сондықтан да энергия туралы білім алу керек. Энергияның қайда кетіп жатыр немесе энергиямды мен қайда кетірмей жатырмын деп өзіңе сұрақ қоюың керексің. Одан кейін назарыңды өзіңе аударуың керексің. Сол кезде сіздің энергияңыз өзіңізге қайта оралады. Ешқандай повод жоқ ажырасуға, бірақ развод туралы ой кетпейді. Не үшін екенін түсінбеймін. Психологқа барыңыз. Психологқа бару керек мұндайда. Айнара ханым, сізге Аллах разы болсын. Мен Өзбекстаннан сізден алған сабақтарды жібермей 180 градусқа өзгеріп жатырмын. Ой, рахмет, қыздар, рахмет. Кеше бір қыз 2 жыл бұрын миды программалау деген медитация сабақ сатқам. Ми туралы 2 жыл бұрын саттым, 23-ші жылы ше. Сол кезде де медитацияның ішінде менің дауысы бар, домбыраның дауысы бар. Бірақ сол медитацияларым сол қатты жарнамаламағаныма өкінем ше. Неге олай істедім екен деп. Ұялатынмын мен медитацияларды сатуға. Ешкім медитация сатпайтын сол кезде. 22-ші жылы не болды менде? Квантовый скачок деген сабақ болды. Джо Диспензаның сила подсознания кітабы бойынша жазып шықтым, қазақшаға аударып. Ол кезде оның қазақша кітабы да болмады ше. Судың тасуы, индукция деген сияқты медитациялар болды. Тәніңді сезесің, пространствоны сезесің, басың тұр, басыңның кеңістікте басың тұр ғой, и басыңның айналасындағы пространство. Ғой, кеңістік ше, бастың айналасында. И осыны бүйтіп расширять етесің, бүкіл әлемге. Сен мысалы бүкіл ғаламда сенің басың, сенің тәнің белгілі бір нені алып тұр, орынды алып тұр, иә, значит, сен бұл өмірде сенің орның бар. Ал сенің басыңның айналасындағы кеңістік шексіз. И сол шексіз кеңістікті елестете алып, сол шексіз кеңістікке сүңгіп кеткен кезде адам таза санаға айналады. Таза санаға айналу деген сөз, сенің атың жоқ, сенің затың жоқ. Сен ұмытып кетесің өзіңді, чисто сознаниеге кіріп кетесің да. И сол чисто сознаниеге кірген кезде сен фокусыңды шексіз мүмкіндіктер кеңістігі, жаңағы пространство бар ғой. Сол шексіз мүмкіндіктер кеңістігінде өте көп нұсқа бар. Сіздің өміріңіздің, сіздің реальностіңіздің өте көп нұсқасы бар. Сол жерден қалаған нұсқаны таңдау. Шексіз сенің нұсқаң. Сен қазір сөзіңмен, ойыңмен, состояниеңмен нені таңдадың, сол жерде отырсың ғой. Мысалы, кеше ақшаң болса да ақша жоқ деп айта бердің. Бүгін мысалы ақшаң жоқ. Реально ақшаң жоқ болып қалды. Сен кеше аффирмация айттың, ойбай, мен баймын деп. Мой мир заботится обо мне. Я забочусь о своем мире. Бүгін тура сондай болып отырсың мысалы. И шексіз мүмкіндіктер кеңістігінен біз состояниемен, вниманиемен, фокуспен, шексіз мүмкіндіктер кеңістігінен біз не аламыз? Өмірімізге, реальностымызға өзгерістерді шақырамыз солай. Сознаниемен, фокуспен, состояниемен. И қайсы бір адам өте көп шағым айтады өміріне, сол адам өміріне сол шағымда одан сайын көп айтқызатын ситуация. Мұңайып тұрып, неге сен мұңайып тұрсың деп айта алмайсыз ғой, неге күлмейсің деп. Айнадағы сіздің облигіңіз, сіздің түріңіз айнадағы күлу үшін бер жақта тұрған сіз оған күліп қарауыңыз керек. Әлем тура солай. Мен қарызбын, анау жоқ, мынау жоқ деп айта берген сайын, әлем сізге соны айналдырып әкеп бере береді. Это, конечно, өте жауыр болған әңгіме сияқты көрінеді, бірақ адамдар әлі осыны түсіне алмай жатыр. Қаншама ақпарат бар, қаншама білім бар. Деген сияқты ол үшін. Сұрақ қойсаңыздаршы. Карлос Кастанеданы кім оқыды?
соны аудитория несін тыңдап отырдым да. Энергияны көтеруге нақты әдіс айтшы. Мысалы біздің қазіргі адамдар мысалы нақты техника айтшы деген жақсы көреді ғой. Не істеймін ал айтшы деп. Трансерфинг реальности да. Енді ол эзотерикалық білімдер ғой. Эзотериканы мен мысалы жақсы көремін, оны жоққа шығармаймын. Эзотериканы оқып, оның практикаларын жасап, мен қуып кетіп, дінімнен алыстап, салт дәстүріне алыстап кетіп жатқан жоқпын. То есть мен барлық жерде критически ойлауымды қосып қоямын да, маған қажет па, маған қажет емес па деп ойлаймын. Мысалы, вихрь деген не бар? Энергиялық потокты көтеретін вихрь деген неде трансерфинг оқығандарыңыз білесіздер ғой. Практика бар да, айналатын. Ойбай, не болды мынау? Айналатын практика бар. Ол практиканы анау тибетский здоровье, денсаулық жақсартатын тибетский око деген кітап бар ғой. Сол жерде де сол практика айтылады да. Просто бірдей практика әркім әртүрлі қолданады. Сол сияқты дыхательный практиканда бәрі бірдей нәрсе айтады да, әртүрлі атау береді. Ол жерде барлық эзотерикалық, психологиялық кітаптардың бәрінде бір нәрсе айтылады да. Мысалы, Джо Диспенза оны не қылып айтады андай, мидың толқындары, мидың тета толқынында осылай, мидың бета толқынында осылай болады, пространство деген сияқты нәрсені айтады. Трансерфингте сенің физический реальностің, сенің физическое сознаниең, сенің метафизическое сознаниең деп түсіндіреді. Карлос Кастанеда вообще басқаша түсіндіреді. Бірақ суть бәрінде бір. Ошо, Садхгуру, бәрі бір нәрсені айтады. Сол психологияға келіп тіреледі бәрі. Бірақ әртүрлі интерпретация. Мысалы, счастливый карман, полный день, ойбай, бәрі керемет кітап деп қат жарнамалайды. Арман Юсупов, мен соны 2 рет 3 рет оқып байыдым дейді да. Ол жерде не дейді? Ең басты түйіні. Счастливый карман, полный денег-то. Сен богатый болған кезде, я есть богатство, я есть успех, я есть богатство, я есть успех, я есть изобилие деген сезімді өзіңе сездіресің. Ол сезім сезіну үшін сен аузың көп айтасың дейді. Аффирмация айт деп біздің коучтар баяғыда айтып жүр ғой. Біз оны келемеж дейміз, аффирмацияны. Біз келемеж дейміз, ондай білімдерді. Бізге тек қана ислам шеңберіндегі білімдер дұрыс сияқты көрінеді. Бірақ мына әлем многогранный ғой, әртүрлі білім бар. Ол жақта да жаңағы Кастанеда болсын, Диспенза болсын, Тони Роббинс болсын, бәрінің айтатыны, сен назарыңды өзіңе аудар, сен осознанный бол, осознавать ет. Өзіңді жақсы көр деген сияқты нәрселерді айтады. Так, қандай сұрақ болды? Өзіме не ұнайды, не керек екенін білмеймін. Өйткені сіздің назарыңыз, вниманиеңіз тым сыртта. Басқа адамдардың қоғам нені қалап жатыр, нені бәрі армандап жатыр, не тренд болып жатыр, соны армандап, соны қалап. Ол біздің психологияда бейімделгіш бала деген бар ғой. Бізді кішкентай кезімізде андай қылып өсірді ғой, жұрттың қызын қарашы деп ше. Жұрттың қызы сияқты болуға тырыстық қой. Өзім болсам, мен Айнара болсам, мен жақсы көрмейді. Мен жұрттың қызы болсам, көршінің қызы болсам, мақтаулы, ел мақтаған қыз. Сондай болсам, мені жақсы көреді деп ойладым да, мен бейсанам менің, ойбай, Айнара болма, басқа адам бол. Басқа адам сияқты істе. Жұрт не істеп жатыр, соны істе. Сөйтсең тірі қаласың деп дабыл қақты. Сөйтіп мен өзімнің не керек екенін, маған не ұнайтынын ұмытып қалдым, потому что мен ожидание, басқалардың ожиданиесіне сәйкес болу үшін басқа адам болуға, басқа адамның мимика, жестіне деген қайталайтын менше, негізі, кішкентай кезімде. Өйткені ойлайтын сол адамдардікі дұрыс деп. Сөйтіп өстік қой, потому что бізге сен Айнара болған үшін сен жақсы қызсың деген жоқ ешкім. Сен Айнара болған үшін құндысың деген жоқ. Ане жұрттың қыздары бейсалып жатыр, жұрттың қыздары үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Арманды қалай жазу керек? Арманды жазу дегенде каждый сабақта беріп жатыр қой. 500 арман жаз дейді Чиканди. Осы шақта. Біздің миымыз үшін осы шақ. Бәрі осы шақта болып жатыр. Біздің миымыз үшін ше.
өткеншаяқ деген нәрсе жоқ, тема жоқ. Сосын ойбай, сосын кино ма, реальность па, басқа біреудің өмірі ма, ажыратпайды біздің миымыз. Осы сәтте болып жатыр ма, ол сенің өміріңде болып жатыр, все. Миға пофиг. Мысалы, сіз кино көріп, бір баянсыз махаббат үшін жыладыңыз ғой, сіздің миыңыз ойлайды, мына байғұстың басынан баянсыз махаббат өтіп жатыр. О, не волнует ол кино екендігі. Сол сияқты біз жазу техникаларын не үшін жазамыз? Біздің миымыз ажыратпайды. Это реальность или это просто қиял ма? Қиял мен реальность екеуі бір. Ми үшін ше. Сол үшін сезін деп айтады. Сезіне отырып жаз дейді. Жазудың ережесі, ең басты ережесі сезім қосуы. Өйткені ой туады, ой қағазға түседі. Ойдан сезім туады. Сезім, ой мен сезім әрекетті туындатады. Жазған кезде Құдайға хат деп жазыңыз. Немесе Джо Диспензаның әдісі бойынша алғыспен жазыңыз. Неге күліп жатсыздар? Кім күліп жатыр? Немесе тағы не бар? Көз қорқақ, қол батыр деген бар ғой. Қол батыр деген, сіз қорқасыз ғой, мына арман орындалмастай көрінеді. Сіз қолмен жазған кезде ол қорқынышты болмай қалады, сіздің арманыңыз. Орындалуы реальный сияқты болып кетеді. Арманды сол үшін де жазады. Идеальный күн деген техника бар, оны да жазып көріңіз. Көп қой. Ереже бар. Мен былай жазсам, былай дұрыс емес, былай жазсам, былай дұрыс емес. Просто экологичный болу керек. Ешкімге зиян тимей көру. Мысалы, ана еркек мені жақсы көріп қалсын да, маған үйленсін деген. Это не экологичный арман. Менің балам министр болсын. Ол министр болуды қалай ма, әлде художник болғысы келе ма? Толығырақ айтып отырмын ғой, қыздар? Толығырақ айтып жатқан жоқпын ба? Ризық есігіне идеальный күнді бердік. Джо Диспензаның несін бердік, жазу техникасын бердік. Сосын сүннет бойынша жазу техникасын бердік. Ризық есігін ал деп қақсадық. Алған жоқсыздар. Енді сработсыздар, жазу техникаларын берші деп. Ол жазу техникаларын да мен сатып алдым. Кезінде жасадым, орындалды. Өкпе реніш жаз дейді ғой, дұрыс па дейді. Дұрыс. Өкпе реніш деген у. Өкпе реніш іште тұрса, ол бомба сияқты, мина сияқты жарылады бір күні. Өмір сүру оп-оңай. Өмір деген қызық қой, қызық жерін сызып қой, дейді ғой. Кеше кім айтты, қай кітаптан оқыдым. Адамдар өмірге келген кезде қатты қиналады екен. Өмірге келген кезде ше. Бірақ өмірден кетіп бара жатқан кезде рахаттанып өледі екен ғой. Біз ойлаймыз ғой, қиналып жатыр деп ше. Ана кімнің, Қадыр Мырзалиевтің «Иірім» деген кітабы бар. Сол жерде айтады. Ұлылардың өлер алдындағы соңғы сөздері. Сонда Максим Горький екен, Лермонтов екен, бір орыстың нелерін айтады да, ақын жазушылар өлердің алдында айтқан соңғы сөздерін. Как прекрасна это смерть деп өлген екен көбісі. Мен мына жерде отырып алып өлімді насихаттап отқан жоқпын, Құдай сақтасын. Просто адамдар өлейді ғой, өлімнен қорқады ғой адамдар ше. Өлімнен қорқады. Негізі өмірге келу екен қиыны. Толғақтағы әйелдер қатты қиналады ғой. Балада келе жатқан, өмірге келе жатқан балада солай қиналады екен. Келгеннен кейін жаңағыдай басқа температура, басқа звуктар, басқа свет, басқа әлем, салқын, душтан шыққаннан кейін қатты тоңамыз ғой біз. Сол сияқты ананың құрсағынан фух етіп өмірге келген кезде бала қатты тоңады, жаурайды, жылайды, қиналады екен. Ал адам өмірден өткен кезде өйтіп қиналмайды екен, рахаттанады екен. Сол ғой, адам өмірге жылап келеді, бірақ жыламай кетеді деген. Бірақ өлім деген басқа тірі адамдар үшін ауыр. Өлген адамдар үшін қатты ауыр емес екен. Мен папам қайтыс болған кезде жаман қиналдым ше.
типа қиналып жатқан шығар деп. Потом осындай ақпараттар алдымнан шыға бастады да. Наоборот, им хорошо деген. Өйткені осы өмірдегі көп ауыртпалық. Онлайн прием жүргізбеймін қазір. Я өкпе-реніш жазамын, соңында благодарностьпен бітеді, арасында желаем неше түрлі состояние. Сол сезім ғой, сезімдер оянады, солай сезімдермен жұмыс істеу деген осы. Сезімдеріңіз ояу болсын. Сезім ояу болған кезде өмір дәмдірек көрінеді. Біз сезімдерімізді өлтіріп алғанбыз. Екі апта болды босанғаныма, қыз ауырма, тұз ауырма түсіндім дейді. Ризық есігі бітті ғой, қыздар. Оразаның 30 күні бойы өткіздік. Кітапты оқуға жоқпын, запас речи дамытқым келеді, ұнамайды. Кітап оқыған істеуге болады. Менің түсінгенім, адамның сөйлеу мәнерін, шеберлігін, сөйлеу шеберлігін тек қана кітап оқыған кезде ғана дамыта аламыз. Мен кітап жаздым, қыздар. Қандай кітап? Январдан, декабрьден бастап жазатын, бітірдім. Бірақ менің атымнан шықпайды бұл кітап. Ризық есігі супер дейді, рахмет. Состоянием дұрысталады, сосын бір ситуация болса түсіріп аламын, дұрыстау үшін қайта өзімді қамшылаймын. Состояние сол үшін состояниеге оны үнемі қамшыламай дұрыстап алуға болады. Состояниені реттеу үшін таңертең ұйқыдан оянған кезде өзіңе дұрыс настройка беру керек. Жаңа Кастанеда айтады ғой, ұйықтардың алдында түсіңе өзіңе заказ бер, любой түсті заказ беруге болады. И сол түсіңде сен, мен заказ бердім ғой деп осознавать етсең, сен санаң оянады деп ше. Сол сияқты управление реальностью деген не? Управление реальностью деген сен өзіңнің өміріңді, өзіңнің өміріңдегі ситуацияларды, өзіңнің состояниеңді өзің басқарасың. То есть қажетті ситуацияны сен өзіңе өміріңе келтіре аласың. Ол қалай? Ол үшін сен бірінші мен маған ақша келсін, сосын барып мен бақытты болам деп отырмайсың. Бірінші мен бақытты болайын, сосын ақша келеді. Ақша, мүмкіндік, сәттілік, денсаулық адамның күйіне қарап келеді. Егер сіз ренжіп, өкпелеп, быт-шыт қирап жатырмын, өзімді қамшылап жатырмын деп отыра берсеңіз, сізге жолығатын ситуацияларда соған сәйкес болады. Потому что бұл өмірде барлық адамдар энергиядан, Wi-Fi сияқты энергиядан тұрады. Сол энергиясымен тартады өміріне қажетті заттарды. Қыздар, кітаптың атын, авторы кім айта алмаймын. Өкінішке орай. Бірақ кітап жазу деген істен де бір кайф алдым. Арасында келеңсіздіктер де болды, қолайсыздықтар да болды. Но это был опыт күшті. Медитация сабағы. Қазір ешқандай сабақ жоқ, қыздар. Апрельде болады. Осы апрель басталсын. Менің парақшамды сторисін қарай жүріңіздер, бәрін айтам. Медитациялар жаңағы қазақы әуенмен, домбыраның даусымен деген медитацияларын қайттан жарыққа шығады, сатылымға шығады. Сосын тағы не еді? Жақсы білімдер жинап жатырмын қазір. Сол білімдерді айтатын бір тегін эфир өткіземін. Сол эфирде коллективный медитация, полемен медитация жасағым келіп тұр. Апрель айында жер ана андай өседі ғой, гүлдер өсіп, әдейі болған шақта айналаның барлығы. Сол кезде бір күшті коллективный медитация өзімнің оқырмандарыммен жасағым келеді. Коллективный медитация деген ол көп адамның бір жерге вниманиелерін шоғырландырып, и бірдей сезім, шүкірлік сезім ба, жүрек ашу сезім ба, соны бәрі бір сәтте сезінген кезде сол жердегі поле мощный болады. Поле. Көп адам бірігіп, бірдей ниет тудырған кезде, резонанс деп айтады ғой, бірдей ниетке, бірдей жерге фокус қойған кезде ол жерде поле көтеріледі, поле өріс, магнитный өріс жасайды адамдар сезімдермен, потому что сезіміміз біздің магнит екен, ойымыз магнит емес, мысли материализуется деп айтады ғой, мысли только так не материализуется, мысли материализуется, если оған сезім қосылса, сезім қосылмаса, ол материализацияланбайды. Өйткені сіз ойлаңызшы, күніне қаншама негативті ой ойлайсыз, өзінен өзі кіріп алады негативті ой, сіз даже оны ойламайсыз да, өзі кіріп алады ғой,
Мысалы Әл-Фарабиде 2 машина соқтығысып 3 адам қайтыс болды дегенде сіз оқиын деп оқыған жоқсыз, әйтеуір алдыңыздан kesіп қалды. Сосын ойбай деген қорқыныш сезім, қорқыныш ой, Әл-Фараби мен абайлап жүру керек екен, придурктар айналада көп екен, газды басып жүретін деген ой, қорқынышты ой сізге өзінен өзі келді. Сіз оны жаратқан жоқсыз, ол келді. Антенна сияқты қағып алды ана ойды ше. Сол сияқты мысльдің барлығы, ойдың барлығы заттанбайды. Ой заттанады, егер де сіз оған мына жақ кеудеңізден шығарып не қоссаңыз, сезім қоссаңыз. Сезім деген магнит. Магнит сезім. Өмірге келетін ситуацияларды біз сезіммен шақырамыз. Қандай сезіммен? Сіз көбінесе қандай сезім сезінесіз? Әрине тревога сезесіз, әрине шаршау сезесіз, әрине жаңа не сезесіз, уайым сезесіз. Көбінесе біз үйреніп қалғанбыз, программаланып қалған біздің тәніміз сол сезімдерді сезінуге. Негізі сезімдердің де 60-70-ке түрлі сезімдер бар, өте күшті сезімдер бар, бірақ біз олар сезімдерді танымаймыз, білмейміз. Бізді тәніміз программаланып қалды. Біз нені көбірек сезінеміз, соны біздің тәніміз ойлайды, осы қауіпсіз сезім деп. И соответственно біз шаршау, энергия жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп айту, дефицит деген сезімді сезінеміз, шаршау деген сезімді сезінеміз, уайым деген сезімді сезінеміз, ертең аштан қалмайын ба деген қорқынышты сезінеміз деген сияқты. Ертең не болады, соғыс басталмай ма деген қорқыныш сеземіз. Ал қуаныш деген эмоция, ол эмоция, қуаныш деген эмоция. Ал сезім деген тихая радость деген сезім болу керек екен адамда. Ол тыныш қуаныш, тыныштық күйдегі қуаныш. Сенің ештеңке алаңдатпайды, сен ештеңке мазаңды алмайды, іште жегі де жемейсің өзіңді, просто тихая радость. Ал қуаныш деген эмоция, деп бүйтіп билеп жүру постоянно невозможно. Ол бір тойда бір-екі сағат билерсің, үнемі сен билеп деп қуанып жүрсің, сен шаршап қаласың просто так. Ал бізде базовый, фоновый чувство, біздің базалық фоновый сезіміміз біздің тихая радость болу керек, тыныш, рахат. Мен өзіңмен өзің жалғыз қалдың, рахат саған, кайфуешь, осы сәттен ләззат аласың. Жаңа айтады ғой, Мона Лиза не үшін әлемге әйгілі Мона Лиза? Там есть состояние. А какое там состояние? Состояние тихой радости. Ол деп тұрған жоқ, сезімін көрсетеді. Деп тұр ғой просто. Ертең ретрит болады Айнұр ханым, мен сол жерде боламын. Ертең арғыны 2 күн болады. Сіздің өзіңіздің де атыңыздан кітап шыға берсін, бұл жақсы тәжірибе ғой. Бұйырса өзімнің де атымнан кітап шығар. Мен 21 жылдан бері сабақ өткізіп келе жатырмын. Қазір қай жыл? 26 жыл. Менің ең бірінші сабағым сезім жаңғырт деп аталған. Сезім туралы о баста сабақтарым. Сезіммен жұмыс істеймін да, сезімнің магнит екенін қатты түсініп, сезініп, біліп алғаннан кейін мен сезіммен жұмыс істеймін келдім, потому что құр ой, құр сөз адамға түк пайда бермейді. Сезім ғана береді. Сезім ғана магнит. И менің ең бірінші сабағым сезім жаңғырт деп аталған. Одан кейін квантовый скачок жасадым. Квантовый скачок деген сабақ жасадым 22 жылы. Чисто Джо Диспензаның сабақтарын. Сол кезде мен продвинутый курстарынан өттім да, соларда қазақшаға аудардым. Медитацияларым алғашқы кезде сол кезде шықты. Сол кезде менің өзімнің коллегам, біз Казконтентте бірге жұмыс істеген, Жақсоуыл деген, жақсылық деген сіздер білетін шығарсыздар, тиктокта өте көп рекке шығады, мықты домбырашы. Сол жігіт менің екеуміз Казконтентте істедік. Мен жаңалықтар оқимын, ол соғаны звук режиссері обрабатывать етеді. Сол кезде мен оған осындай ұсыныс тастадым. Давай сен менің медитацияларыма астына фоновый звук жазып бересің деп ше. Сонымен екеуміз кестік. Сөйтіп содан бері уже 3 жылға жуық уақыт болды. Жақсылық менің медитацияларымды жасап береді. Мен осы жақта студияға барып, біз өзі Астанада тұрдық, қазір Алматыда тұрамыз ғой. Жақсылық Астанада қалды. Мен звукозаписывающий студияға барып даусым жазам, хэндпен, анау аспаптарды мен и оған жіберем, ол астына домбыраны қойып береді. Өзі ойнайды, өзі шығарады. Менің медитацияларыма звукты жақсылық өзі шығарады. Менің формула курсымды алған болсаңыздар, менің поток жобама қатысқан болсаңыздар, сіздер естіген барлық домбыраның сүйемелдеушісі жақсылық деп жақсылыққа реклама жасап отырсың. Жалпы қандай сабақ бар сізде деген сабақ айтып отырмын ғой. Сосын мен жаңа мен деген сабақ жаздым. Ол жерде де медитациялар 23 жыл жаңа менді шығардым. Одан кейін
өсу про деген сабағым бар, ол психологиялық сабақ, ол жерде сепарация, ол жерде перепрошивка сценариев деген сияқты чисто психологиялық сабақтар. Одан кейін қаржылық сауаттылық, мен кәдімгі эксперт шақырып қаржылық сауаттылық туралы, масштаб туралы сондай сабақ өткіземін. Одан кейін формуладан кейін поток жобам, осы негізгі жобаларым осы. Ал оның арасында жаңа мышление мен арықтау бар, баспана алу практикалары, метод Сильвы, Хосе Сильва деген тоже эзотерикалық білім, соның практикасын мен арнайы каналға жинақтағанмын. Хосе Сильва деген әлемге несімен танымал, оның Хелен Хетцел деген ученицасы болады. Ол неше лотереяға қатысса да лотереядан ұтпай қайтпайды екенше. Ол санасын жаңа чистое сознаниеге енеді, санасы арқылы заказ береді реальностьқа. И ол ұтпаған нәрсесі жоқ, үйді де ұтады, машинаны да ұтады, путевканың түр-түрін ұтады. В общем, лотереядан ұтпай қайтпайды. Сонда сұрайды, одан не істедің сен, не ерекшелігің бар? Ол Хосе Сильваның шәкіртімін, Хосе Сильвадан үйрендім дейді. А Хосе Сильва кім? Ол радио толқындарды, физик радио толқын бар ғой. Мысалы, сіз мына жерде отырасыз да, ана аяқтан басқа қаладан сөйлеп жатқан радионы ешқандай сымсыз, ешқандай байланыссыз қабылдап отырсыз да, информацияны тыңдап отырсыз, музыканы тыңдап отырсыз. Мысалы, ретро FM тыңдап отырсыз, ретро FM, допустим, сіз Қызылордада отырсыз, ретро FM-нің офисі Астанада, но каким-то образом сіз машинада кетіп баратып, сол ретро FM-ді қабылдап алып тыңдап отырсыз, иә. Сол сияқты радио толқын қабылдағыштармен жұмыс жасайтын физик екен. И физик сондай энергия, сымсыз энергия адамдардың қалай қабылдайды, соны сол туралы өте білімді кісі болған екен, Хосе Сильва. Оның метод Сильва деген кітабы бар. Сол метод Сильва деген кітабын алып, Хелен Хетцельдің бүкіл несін тыңдап, подкасттарын тыңдап, Хелен Хетцель оның администраторы болады, Хосе Сильваның. Соның бәрін тыңдап, мен қазақшаға аударып, соның барлығын бір канал ашып қойып, оны 3000 теңгеден сатқам. Оны кейін ойлаймын, біздің қоғам лотерея деген сияқты нәрселерге қатты не болып бара жатыр да, әуес болып бара жатыр, оңай жерден бірдеңе келе қалса деген. Мен бұл Хосе Сильваны үйреткен дұрыс емес шығар деп ойладым да, оны вообще айтпай қойдым, ол Хосе Сильва туралы канал бар екен деген. Әрекетке берекет қой. Лотерея, біз лотереядан біреуден ұтқаннан гөрі сол ұтқан затымызда машина, ақша, путешествие деген нәрсені өзіміз жасай алатын, өзіміз жарата алатын сол нәрселерді өзіміз өз еңбегімізбен, өзіміздің санамызбен жете алатын бізде күш бар, мүмкіндік бар, бізде энергия бар. Сондай ше, оны Құдай бәрімізге бірдей салып берген. Просто біз ол білімдер бізде ашылмай тұрғасын, біз оны пайдалана алмай жүрміз. Бізде легче біреу бірдеңе ойнатып жатыр ма, соған билетін алып ала салу деген нәрсе. Мен сосын ойладым, қойшы, лотерея и так халықтың сана сезімі, лотерея біреуден бірдеңе дәмелену деген сондай не жазылып жатыр программа, иә. Біреуден бірдеңе адамнан дәмелену деген нәрсе негізі кедейлікке прямой жолда. Адамнан дәмеленбеу керек, маған анау берсін, мынау берсін. Кеше мысалы ризық есігінде 20 қыз бриллиант ұтты, 500 адам не ұтты, кітап ұтты деген сияқты нәрселер. Сонда мен неттім ше, тегін нәрсені ұтқан кездегі адамдардың құмарлығы тегін нәрсеге, ұтысқа деген қатты жаңағыдай маған тегін деген нәрсеге. Это же тоже состояние, это состояние дефицита. Менде жоқ, маған бер деген. И сен состояние дефицита да отырсаң, сен маған бер деп отырсаң, сен ол состояние ұлғайтасың ше. Состояние изобилия ғой бізге керек. Біз мына жақтан состояние изобилияге кел, сен халіңді дұрыста, сен состояние уже я есть богатство деп отырсын деп айтып жатқан кезде, ан жақта адамдар масса, өкінішке орай, ұтыс ойындарға тәуелді болып отыр да. Сондықтан мен метод Сильваны қоя салайыншы дедім. Бірақ менде ондай канал бар. Сәлеметсіз бе, депрессияға түсіп кете беремін, бір уақытта күшті болып жүремін, сосын батып кетемін, прием қабылдайсыз ба? Жоқ, қазір прием қабылдап жүрген жоқпын қыздар. Қазір менде өзімнің жеке жұмыс істеп жүрген бір 5-6 қызым бар, соларды результатқа жеткізуім керек. Сол қыздардан босамай жатырмын. Оның үстіне мен 2 университет, 2 академияда білім алып жатырмын, еще терапия, топтық терапияны оқып жатырмын да. Оның барлығы просто тіркеліп қоясың да, сосын сертификат ала саласың деген курстар емес, кәдімгідей мені бүйтіп сығып жатыр әрқайсысы ше. Уақытымды, энергиямды, миымды. Еще орыс тілінде алып жатырмын, ICF білімді. Олар дейтін мәше әбден нетті ше, сығып жатыр. Депрессияға түсіп кете бересеңіз, қайталанып жатқан сценарий деп қабылдаңыз. Сценарий адамның өмірінде тектен-текке қайталанбайды. Біз оған состояние арқылы заказ береміз.
не үшін депрессияны тудыратын арнайы жағдайлар болады ғой, ситуациялар. Өзінен өзі депрессия тумайды ғой. Сол жағдайларға есеп беріп көріңіз. Ол жағдайлар не үшін сіздің өміріңізде? Жайдан жай біздің өмірімізге жағдайлар келмейді. Кез келген жағдай бізге бір сабақты үйретіп кетеді. Сол сабақты алмайынша ол жағдай қайталана береді. Депрессия қайта-қайта түскеніңізде, сізде ол жерде сізге көрсетіліп жатқан бір тәжірибе бар, бір сабақ бар. Сіз сол сабақты түсінбей жатсыз, алмай жатсыз. Сіз алсаңыз ол сабақты, сіз ол сабақты алсаңыз, сіз сценарийді өзгерте аласыз. Нәпсі тіреуді қалай жасаймын? Тамақты көп жеп қоямын. Фокусты өзіңізге аударыңыз. Анализ жасай біліңіз. Анализ жасаңыз. Менің қарным ашып тұр ма? Жоқ, әлде мен нәпсім сұрап тұр ма? Сосын назарыңызды басқа жерге аударып жіберіңіз. Тамақтан да жақсы іс тауып алыңыз, өзіңізді алдандыратын. Инстадан әр нәрсе көрсем ойым өзгеріп кетеді, көрмеген дұрыс па? Негізі фильтр керек. Көп инстаграмға тәуелділік негізі жаман әсер етеді ше. Дофамин ғой. Дофамин, жеңіл дофамин. Дофаминнің ең жеңіл түрін алып жатырмыз ғой. Біз көп видео көреміз, көп нәрсе көреміз, развлекательный контент көреміз үстісіне. Бір моментте көп видео шығып жатады, соның бәрін көреміз да, и біздің миымыз, негізі мидың памяті топ қалады деген өтірік әңгіме. Мидың памяті өте шектеусіз. Ол әлемдегі ең мощный компьютерден де мықты біздің миымыз, бәрін қабылдай береді, памяті өшпейді. Енді сол памятті лучше тіл үйренуге, лучше жаңа білім алуға, бізге не ақша келеді, бізге не пайда келеді, сол нәрсеге жұмсау керек. Долгий дофамин ше. Мысалы сіз рилстарды, тиктокты көріп отырған кезде сіз қағаз сияқты жағылып кететін энергия аласыз. Тез жағылып кететін энергия. Дофамин сізге қуаныш гормонын сыйлайды, қуанышты эмоция береді. О деп біреуге пранк жасап жатыр, ахаха күліп алдыңыз, болды. Дофамин алдыңыз, дофамин жағылып кетті, қағаз сияқты тез жағылып кетті. Лучше сол неңізді, сол уақытыңызды, сол энергияңызды сіз мысалы үшін айтып отырмыз, Каспийді үйренуге, тіл үйренуге. Может, ол ұзағырақ дофамин болар, бірақ соңында алатын сіздің энергияңыз бар ғой. Мен осыны бір айда мен уже жақсы ағылшыншаны базовый сөйлей алатын болдым, ең негізгі сөйлемдерін түсіне алатын болдым десеңіз, ол долгий дофамин, ұзақ дофамин. Көмір сияқты сізді жылытып тұра беретін дофамин аласыз. Сол сияқты мысалы бір курс сатып алдыңыз ба, мысалы менің формуламды алдыңыз ба, ол жерде 30 неше сабақ бар, соның барлығын ұзын бір сағаттық сабақтар емес, қысқа сабақтар. И вода жоқ, ол жерде негізгі нәрселер айтылады. Мысалы эпигенетика, Брюс Липтон осылай айтқан, сен жасушаларыңдағы гендік программаларды өзгерту үшін мынадай. Потом сен биополең, сенің аураң, оны мыналар зерттеген, олар бүйтіп айтқан. Енді оны өзгерту үшін мынаны жаса. Квантовый секіріс жасау, сен ойың электролизуется, сезімдерің магнетизируется, екеуі қосылып, электромагнитный поле құрады. Сол электромагнитті полені пайдалана отырып, көлік алу үшін мынаны жаса, үй алу үшін мынаны жаса деген сияқты нәрселерді айтады қысқа. И сіз соның өзінде ұйықтап қалып, ертең деп жүрсеңіз, сіз энергияңызды слив қыласыз. Сіз ол сабақты алдыңыз, оқимын деп алдыңыз, бірақ оқыған жоқсыз. Ал егер сіз сол сабақты оқысаңыз, соңына дейін конспект жасасаңыз, мысалы мен жерде конспект жасаған дәптерім толы, конспект жасап алсаңыз, сіз көмір сияқты дофамин аласыз, яғни сізге көп энергия беретін. Ол рилстерді тез листать етіп, қысқа дофамин алғаннан, ол әлде қайда пайдалырақ та. Поэтому выбор всегда за нами. Медитация деген от қой, от дейді. Дұрыс айтасыз. Сізден бір курс алғанда қасықпен үй алу техникасы болды, ұмытып қалыппын, сол рас па? Бейсенбі күні 12 қасық. Мен ондай техника бермеймін, мен ондай вообще болған емес. Мен емес. Менде гнездование деген техника бар. Гнездование техникасы Зина Шамаяның психологиялық әдіс тәсілі. Мен кішкене салмақтырақ техникалар беремін, ондай қасық сатып ал деген нәрсе. Эзотерикалық кей кезде мысалы договор купли-продаж жаса, ол көзіңе көріну керек деген сияқты нәрселер айтуы мүмкін, бірақ 12 қасық сатып ал деген нәрсе бейсенбі күні деген нәрсе менде болған жоқ. Сіз мүмкін мені басқа адаммен шатастырып тұрсыз. Бәрі құрсын, күйеуіңіздің ән айтқанын салыңыз.
телесный терапия қалай жақсы толық түсіндіріп беріңізші. Телесный терапия деген былай ғой, мына біздің тәніміз кожаның астында, біз ойлаймыз ет бар, сүйек бар деп, мына кожа мен еттің арасында фасций деген пленка бар. Фасций деген коллаген сияқты, коллаген деп айтады. Мынандай не ғой, короче, андай ткань, фасций деген ткань. Но біздің кожамыздың астында ткань. И біз өмірде ауыр эмоциялық соққы алдық па, мысалы, грубо говоря, 17 жаста деп жүрген кезде біз жігітіміз тастап кетті дейік. Например, или мошенникке алдандық. Дене, біз ойлаймыз, миымыз, неміз не алып деп ше, соққы алып жатыр, эмоция деген сол жақта деп миымызда ше. Ал негізі тән алады ше, тәнде разум бар, тәнде ес бар. И мына фасций бүйтіп жиырылады ғой, жиырылып қалады. Эмоциялық соққы алған кезде, мысалы, папам қайтыс болды, менің бір фасциям жиырылып қалды. Тағы бірдеңе болды, мына жақта фасций жиырылып қалды. Сөйтіп жиырылады ана фасций ше. И ол сол блок болып қалады, сол жерде блок болады. И уақыт өте келе, фасцийді орнына түсірмесе, адамдар көптеген 50 жастан асқан әйелдер осылайынан жүреді ғой, осылайынан. Фасциялар жиырылып қалған, олар артроз дейді, шпор дейді, табанын, аяғым ауырады, сүйегім қақсайды деген сияқты. Негізі менің фасциальный терапевттермен сөйлескенімде ол сөйтіп түсіндірді да, фасций жиырылып қалған кезде басқа да органдарға ол әсер етеді. Сондықтан массажға барған кезде ол эмоциялық блок алған кезде қай жері, тәндегі қай жерде жиырылу болды, сол точканы тауып қатты басады. Оны басқан кезде сен дейтін жылайсың, айқайлайсың, өкіресің, өксейсің. Сондай бір тиктокта сондай видеолар жүр ғой, еркектер солқылдап жылап жатқан деген сияқты ше. Сол эмоциялық тәндегі блоктар тауып, сол нүктені басу арқылы сол фасцийді жазады и блок эмоцияны тәннен шығарады. Тек мидан шығармаймыз, тәннен де шығарамыз, потому что эмоция тәннен шығады, жүректен шығады, жүрек тәнде. Тәнде ес бар, у тела есть разум, тело помнит все деген сөздер бар ғой. Сондықтан да оны кәдімгідей оқыған мамандар, терапевттер, телесный терапевттер жасайды. Ол үшін кәдімгідей күшті білім керек. Оны жай психотерапевт телесный терапияны жасай алмауы мүмкін. Мен білем, фасциальный терапевт Алматыда Алмагүл Дүйсеналиева деген әйел, Италиядан оқыған, кәдімгідей түрі өзі 50-де, бірақ түрі 30 жастағы әйел сияқты фасциямен жұмыс істейді. Бірақ оның приемына түсу өте қиын. Англиядан, Америкадан келіп жатады. Анда шетелде тұратын прокачанный қазақтар ше, таңғы 6-тан бастап соған барады ғой. Мен бір-екі рет сол кісіге барғам, фасцияларын жазуға. Менің горловой чакрамда фасцияларын бүйтіп қалған. Сөйтіп қазір сөйлеп отырмын сіздердің алдарыңызда. Фасциямды ашып алып деп қойыңызшы. Телесный терапия туралы білетінім сол. Баланың миын қалай есте сақтау қабілетін жақсартуға болады. Оны нейропсихолог, детский нейропсихологтар біледі. Қазір түрлі нәрселер бар ғой, баланың нейрокоррекциялайтын көптеген нейрокоррекциялық орталықтар бар. Бәрі ақша тұрады, бірақ ше, бәрі ақша тұрады. Жаттығулар үйдегі, физический, ЛФК. Менің мысалы байқайтыным, екінші ұлымның есте сақтау қабілеті масқара дамып кеткенше, мысалы, ол үйден жаттамайды, мектепке барады да, мектепте жаттап алады екен. Балалар айтады ғой, екі бала айтса, ол уже жаттап алады екен да. Бірақ мен оның есте сақтау қабілетіне бірдеңе жасадым деп айтпаймын ше. Жасасам үшеуіне бірдей жасаймын ғой. Бірақ оның кішкентай кезінде есте сақтау қабілеттілігі зор. Мысалы, ол айтып тұрады да, баяғыда осындай адамдар үйге келіп, осындай сыйлық беріп еді ғой деген сияқты нәрселерді айта алады да. Мен білмеймін оның есте сақтау қабілетіне не әсер еткен. Ал үлкен ұлым мен қызда ондай байқалынбайды. Сондықтан ол да бір туа бітті қасиет шығар деп ойлаймын, памяттің жақсы болуы. Мысалы, Төреғалидың қазіргі тренд әндерді жаттап алып айта береді. Ол сүре уже 3 сүре ма сондай жатқа біледі деген сияқты. Мен оның есте сақтау қабілетіне ештеңе істеген жоқпын. Мен ойлаймын, дәл сол балама 2 қабат кезде 2018 жылы мен көп психологиялық нелерге бардым. Семинар, тренингтерге бардым, кітап оқыдым, практика жасадым. Сол әсер еткен болуы мүмкін деп ойлаймын. Хотя қызымда да көп оқыдым, көп неге бардым. Ең қыз кішкентай ғой, оның енді байқалады жүр. Сондықтан баланың қабілеттерін дамыту құрсақтан басталады. Өйткені психологияда дәлелденген
вербалды емес кезеңдегі психотравмалар деген үлкен бөлім бар. Адамның жаңағы программалары вербалды емес кезең, яғни ананың жатырынан бастап жазылады. Менің эмоцияларым, менің алып жатқан білімім, менің ішімдегі баланың да миына жазылады, тек менің миыма емес. Сондықтан екіқабат болсаңыз, кітапты кеміріңіз. Мен үлкен ұлымда соны біреуден оқып алдым. Екіқабат кезінде бесік жырын айту бала туылғаннан кейін емес, құрсақта басталу керек. Бесік жыры деген негізі аффирмация ғой, кәдімгідей сөзді адамның миын сөз арқылы программалайтын сөздер. Мысалы, менің балам осы ма, басында бақыт құсы ма, балам менің жүсіптей сұлу болар ма екен деген сияқты. Қаз-қаз басып, сен ертең тәй-тәй басып жүресің. То есть балаға тілек ретінде айтылатын өлең, ұйқас. Әр баланың өзінің туабітті сондай ерекшеліктері болады. И ол біздің екіқабат кездегі состояниемізге, екіқабат кезде айналысқан ісімізге тікелей байланысты. Ненің адресін айтайын? Біздер менде 3:30-да шығуым керек, қазір 4:30-да менде съемка. Что әңгіме болып жатыр негізі, басқаша ашылып жатырмын бүгін. Мен кез келген нәрседен жақсы нәтиже аламын. Ешкімнің еңбегін құнсыздандырмаймын. Мысалы, мен энерготерапевтке де барам, Аксис Барсқа да барам, фасциальный терапияға да барам. Мен 2 жыл болды уже недемін, психотерапиядамын. Тағы неге барам мен? Білім іздеп шетелге барам. Шетелге мен демалу үшін шыққаннан гөрі білім іздеп шыққан шетелім көп. Фасциальный терапевт Алмагүл Дүйсеналиева деп іздеп көріңіздерші. Алмагүл деп менің подпискаларым ішінде бар. Мен ертең Айнұр Тұрсынбаеваның ретритінде боламын. Ертең арғыны 2 күн. Сол жақта да выступать етемін бұйырса. Бірақ солдау тоже билет жоқ. Ол кісіге деген очередь қой. Оны ол кісінің терапиясында оның суырып-салмалық ақындық қасиеті қосылады. Сондықтан да кез келген жерге, кез келген ретритке, кез келген кітапты алсам да мен нәтиже көрдім деп есептеймін. Өйткені нәтиже деген, мысалы, мына кітапты оқып алдыңда бұрқ етіп сен сразу нәтиже шығармайсың. Ол волшебный таблетка емес. Оны сен миыңа сіңеді, бойыңа сіңеді, әрекетіңнен көрінеді. Әрекеттер, майда-майда әрекеттер жасалып, мынандай накопительный эффект болады да, сөйтіп барып нәтиже көрінеді. Бізде ойлаймыз да, бір нәрсеге қатыса аламыз да, нәтиже көрінеді. Бірақ та менің поток деген жобама қатысқан бір келіншек, бір емес, бірнеше келіншек айтты. Потоктағы кванттық ниет и ақша потогы деген 2 медитацияны жасағаннан бері ақша үзілмей келіп жатыр. Ештеңке істеген жоқпыз, тек медитация тыңдадық деп айтып жатыр. Ондай да результаттар болады. Бастапқыдағы ниет, сен сол сабаққа барғандағы, сен сол ретритке барғандағы, сен сол кітапты алғандағы, сенің ниетің дұрыс болу керек қой. Сенің ниетің дұрыс болса, сол сен ниетіңе қарай әрекетті аласың. Ниет деген нәрсені тек исламда емес, барлық мына жерде мен қандай кітап оқып жүрмін, бәрінде, қандай сабақ қатысып жүрмін, бәрінде ниет, адам ниетіне сай нәтиже алады. Сен менің мысалы осы эфирде отырып нәтиже алу үшін сенің ниетің де дұрыс болу керек. Әрине менің айтқан әңгімем дұрыс болу керек, және сіздің ниетіңіз де дұрыс болу керек. Кванттық дұға жайлы айтыңызшы. Кванттық дұға деген ол сөздің құдіреті ғой, сөз деген ойдың жемісі ғой. Ойымыз қалай көрініс табады? Сөз арқылы көрініс табады. И сөз, ауыздан шыққан сөзге жүректен эмоция қосылады. Кванттық дұғалар деген ғылыми негізі бар дұғалар. Ол әшейін сөздің подборкасы емес. Ол арнайы ережеге сәйкес білімдердің нәтижесінде сөздің құдіретін түсінген адамның жазған дұғалар. Авторы кім екендігін біліп отырсыз енді. Өзімді мақтағанды жек көремін. Сол